театрдың тарихын көрсету үшін сол кездегі фотографтар. Менде бұл фотографтар болған. Оны да білемін. Мен өзім 58 жылы осы Алматыға келіп, бірінші есік ашқаным Мұхтар Әуезов ол кезде театр Дзержинский бойында Uyghur театр. Сонда барып көрдім. Өйткені бала күнінде Зайсанда егілі кебек спектаклін, онда 10 жаста. Сонда біздің үйдің істерін сақына жасап, сол егілі кебекті қойды. Сол Зайсанның артистері. Ол кейін 58 жылы келгенде бар есігін ашқан театр. Сол кезден бастап Қалибек Қуанышбай, Елубай Өмірзақ, бұл актерларды өзім фотоаппарат сатып алып, соны түсіріп жүрдім. Сіз айтсаңыз 20 жыл, мен 45 жыл суретке түсіріп. Әнеке қандай еңбек. Менің көптеген негативтерім, мына кісілердің 3000 негатив кандидатке салынып, бәрі рөлді ойнаған негативтер. Соның арқасында міне осы бүгінге дейін сіздерге мыңда бір рахмет. Алдыңғы жыл бір рет шығардыңдар фотокөрме. Мені тағы шығарып отырсыздар. Бұл менің 82-демін қазір. Соның өзінде қуанышым қойныма сыймайды. Керемет. Еңбегіңді көргеніме, еңбегіңді көріп, менің еңбегімді бағалағанына мыңда бір рахмет. Театрдың ұжымы келеді сізге. Мен баяғы келіп отырмын, сол көрсін. Қазақтың көрнекті сахнагерлері, кино